Болды ма? Ассалаумағалейкум, достар, қалайсыздар? Барлықтарыңызға кеш жарық. Бүгін біз осы тендерден қалай ақша табуға болатын жайлы, тендерден хабар жоқ адамдарға осы тендердің сабағын өтеміз. Тендердің бүгін Т деген әрпін сәл-сәл болса түсініп оламыз бүгін. Түсінікті ма? Сол үшін вебинардың аяғына дейін көріп, вебинардың аяғына дейін менімен бірге отырыңыздар. Так, бірінші очередь біз былай істейік. Менің даусым қалай естіліп жатыр? Естіліп жатса плюс қойыңыздар. Естілмей жатса минус қойыңыздар. Біз қазір ғана тексеріп көргенбіз негізі, бірақ сіздерде де шығу керек. Егер қатып қалып жатса, немесе дауыс дұрыс шықпай жатса, басқалардың барлығы плюс қойып жатса қазір, басқаларда шығып тұрса, значит ол сізден. Сол үшін қатып қалып жатса, кішкене антенн дұрыс ұстайтын жерге, сізде интернет нашар болғаннан кейін сол антенн дұрыс ұстайтын жерге барыңыз, сол кезде жақсы көрсететін болады. Так, кеттік. Бірінші бүгін біз қандай тақырыптарды үйренеміз? Бүгін тендер деген не екенін білеміз. Өйткені барлықтарыңыз тендерді енді бастағыларыңыз келген, ойларыңызда жүрген, осы тендер деген не деп кіріп отқан адамдарсыздар бүгін. Қалай қатысамыз? Қатысу үшін не керек? Одан кейін практика жүзінде көрсетеміз. Сосын қалай ақша табуға болады тендерден. Көп адамдар, байқасаңыздар, тендермен айналысқан адамдарда жағдайлар өте жақсы көреді. Ақша өте көп көреді. Оны бәріміз білеміз, мінекей қалай солай көп ақша табамыз. Мінекей сол жайлы айтамыз бүгін. Так, бірінші танысып кетейік. Сіздерді жазыңыздар, мына жерге қай қаладан боласыздар. Мен көріп отырайын, кім қай қаладан. Так, мына жерде шығып жатыр. Все, Ақтау дейді, Шымкент дейді. Все. Так, мен өзім туралы айтып кетейін. Мен кәдімгі қазақтың қарапайым баласымын. Қара демей-ақ қойшы, сары баласымын. Осы Шымкент, Түркістан облысында Мақтарал ауданы деген бар, қазір Жетісай ауданы өзгеріп кетті. Сол жерде Қазбек би деген ауылда туып өскем. Сол жерде мектепті бітірдім. Қазіргі күнде Шымкент қаласында тұрамын. Осыған дейін өте көп нәрселермен айналыстым. Оқуды бітірмегем, ешқандай диплом жоқ мен. Даже аттестатым да жоқ. Аттестатымда бір университетке түскем. Сосын әке-шешем ақшасын төлеген оқудың. Мен ол ақшаны алам да, маған оқудың ақшасын беріп жіберді, мен ол ақшаны алам да сауда жасап кетем. Сөйтіп оқудың ақшасын төлемегеннен мен отчислениеге шығарып жүреді жаңағыдай. Оқудан шығарып жүреді. Сол жерде аттестатым жатыр, сол аттестатты да алған жоқпын, оқудан шығарып жүрді. Студент кезден бастап, саудаға неге айналысып кеттік. Жаңағыдай кіріп кеттік сондай саудаға. Енді қараңыздар, тендермен айналысу үшін, бір кәсіппен айналысу үшін ешқандай диплом, бір нәрсе керек емес, просто практика керек болды. Бір кішкентай бір білім келген кезде соны практика жүзінде жасау керек, сосын профессионал боласыз сол салада. 2016 жылға дейін небір істермен айналыстым. Строительный бригадам болды, онымен жұмыс жасадық, небір үйлерде жұмыс істедік. Одан кейін Алматыда біраз жұмыс жасадым, ресторанный сферада істедім, жаңағыдай автомойка алып істедім, наемный жұмысшы болып та істеп жүрдім, айлыққа бір 40 мың, 50 мың теңге. Газет тарқаттым кезінде бір. Страничка здоровья деген газет болатын баяғыда. Енді бірдеңке істеу керек қой, пока жұмыс жоқ, не істерін білмей жатым. Ол кезде где-то 2009 ба, 2013 жылда ма, қателеспесем. Әйтеуір бірдеңке істеу керек қой, үйде құр жатуға болмайды ғой, ер азаматқа. Үйден шығамда сол жұмыс кездесіп қалады, болды, соны істеп кетем, соны нормаль жұмыс тапқанша 1 апта, 2 апта соны істегем. Сол кезде әр Алматыда бір районды береді. Сол районның барлығына подъездеріне кіріп, домдардың подъездерінің бәріне, есіктеріне страничка здоровья деген газетті қыстырып көреміз бәріне. Сол кезде бір газетке 2 теңге 2 тиыннан беретін. 2 теңге 2 тиыннан. Күніне бір 1000-1500 газет тарқататынбыз күніне. Сөйтіп 2000 теңге 3000 теңге табатын.
Құдайға шүкір 2016 жылы бір нәрсе миыма сап ете қалды. Адамдардың бәрі тендермен айналысады, көршілерім айналысады, анау айналысады, что-то ақша жақсы табады. Сөйтіп бір күні ойландым. Мен де ойлайтынмын, тек қана строительный жұмыстар. Жоқ, олай емес, оказывается, товарлар да бар екен, жаңағыдай строительный жұмыстар да бар екен, неше түрлі нәрселер бар екен. Қой, мен де қатысып көрейінші, қатысуға бола ма екен деп сұрасам, ешкім айтпайды. Сосын өзім іздендім. Телефонмен іздедім. Компьютерім жоқ тендерге қатысатын. Өте қиын жағдайлар болатын. Дұрыстап ақша таппасаң қазір жақпайсың ғой ешкімге, үйде де жақпайсың, аяқта да жақпайсың. В общем, ер азамат өзінің бір міндетін атқармаған кезде, ер азамат көшеге шығып нәпақасын дұрыстап таппаған кезде, барлығын асырай алатындай бір дұрыстап ақша таппаған кезде ол ешкімге жақпайды ол. Сондай нәрсе көп болатын. Сөйтіп 2016 жыл сол тендерді ізденіп әйтеуір бір ИПА, біреудің ИПСымен жұмыс жасадым. Одан кейін өзім атынан тоо ашып қатыстым. Ешкім үйретпейді. Бір үйрететін адамдар да жоқ ол кезде. Сөйтіп заказчиктер үйрететін көбінесе. Бір тендерді ұтып аламын, қате болады, бір жерде қате болады, тооны ашып атқанда қате кетесің, андай жерде қате кетесің. В общем, өте көптеген қателіктер болды. Әрбір қателік ақша, ол жерде расход. Мінекей солай бастағам. Ең алғашқы тендерлерім сол Самұрық Қазына порталы, Реестр.Надлог порталдарынан болған. Ол кезде Госзакуп деген порталдың бар екенін, Госзакуптың тендерлерінің бар екенін білмеймін да мен. Сөйтіп ешқандай ақшасыз тендерге қатыстым, бастадым. Алғашқы бір, енді ешқандай ақшасыз деген 0 емес, бір 80 мың теңге, 100 мың теңгемен бастағам. 80 мың, 100 мың теңгемен. Сөйтіп 100 мың теңгемен бастағанда мен 200 мың, 300 мың теңгелік тендерлерге қатысатым. Сол жерден 100 мың теңге сатып аламын да, соны апарып беремін заказчикке. Сөйтіп үстінен тағы да бір 150 мың, 100 мың теңге пайда қылатын. Сөйтіп ақшамды көбейтіп, бір күні ол бір косяктарға кіріп, ол минус болды. Енді ешкім үйретпеген екен, адам өзімен өзі жұмыс жасаған екен, сондай болады да. Біреулерге жалынасың, мына жерден не істеймін, мына жерден не істеймін, ол да білмейді, білгенін айтады, немесе қателесіп айтады. Бір конкретно бір маман болмаған екен, өте қиын болды. Миллион табудың ешқандай ақшасыз миллион табуға болатынын білем. Өйткені мен өзім солай жасағам. Соны қазір көп адамдарға айтып жүрмін. Адамдарда қазір бірдеңке айтсаң, ой, оған ақша керек қой, оған ақша керек қой, оған кредит алу керек, маған бермейді, бірдеңке. Главный нәрсе ол ақшада емес, негізі. Главный нәрсе мына баста. Ақшасы бар адамдар, басы жоқ, ақшасы бар адамдар отыр, ақшаны ұстап алып. Басы жоқ, сол ақшаны жарататын, сол ақшаны көбейтетін басы жоқ. Ми жоқ та. Самый главный сол ми керек. Жұмыс керек, еңбек керек. Сол кезде сізде сол ақша жоқ болса да тауып аласыз. Көп ақшасы бар кісілер, өздерінің жағдайлары, олар миллиондар күнге түсіп отыр да, миллиондар ше. Ондай кісілерде ақша бар, олар сондай адамдарды іздейді. Еңбекқор, басы істейтін, бір жаңадан бірдеңке ойлап тапқыш, сондай адамдарды іздейді олар. Соған ақша беруге дайын тұрады олар. Сол үшін ең главный нәрсе ақша емес. Одан кейін өзіміз инвестор болып жүрміз қазір. Өйткені мен ең бірінші достарыммен бірінші ұтып алған тендерлерімді бердім, достарыма, таныстарыма бердім. Сөйтіп олар ақшаларын әкеліп маған салды. Мен солардың ақшасымен тендер ұтып алдым, соның үстіндегі пайдасын бөлістім. Ол кезде де өте қиын болатын, ертең лақтырып кетпейсің ба, анау, мынау деген сияқты. Ондайда жаман тиеді екен адамға. 30-ға жуық инвестормен дәл қазір серіктеспіз. Ол 30-ға жуық инвесторға қазір мен. Маған 10 миллион керек десем, ертесін әкеп тастайды 10 миллион. 5 миллион керек десем, 5 миллион әкеп тастайды қазір. Бірақ соған конкретно беретін бір проект керек маған. Ұтып алған тендерлерді көрсететін проект керек. Ол проектті мен жалғыз өзім істей алмаймын. Оны сіздермен бірге істейміз. 200-ге жуық келісімшартты биыл бітірдік. Өзіміз, біздің команда бар, мына жерде балдар бар, солар 200-ге жуық тендерді жапты биыл. Арасында мен өзім де қатысып тұрам кейде. Общий бір 50 миллионнан жоғары
200 келісім шарттың ақшасы. 1000-ға жуық 2018-ден бастап, біз 2018-ден бүгінгі күнге дейін 1000-ға жуық курсанттарды оқытып тастаппыз уже. 20-ға жуық соның ішіне миллионерлер шыққан уже. Мен өзім қалай ақша тауып атқанымды бөлсем, сол кезде олар да ақша табады да. Бір жағдайы нашар, жағдайын түзулегісі келген адам істейді, айтқан нәрсеңді істейді, сразу ақша табады ол. Сондайларды жақсы көремін да негізі. Так, кез келген мемлекеттік мекеме өзіне керек тауар, работа, услуганың барлығын тек қана тендер арқылы сатып алады. Мемлекеттік мекеме деген кім ол? Мектеп, аурухана, әкімшілік, сон, әскери бөлімше, тағы кім бар? Университет, мысалы үшін, солардың барлығы мемлекеттік мекемелер, который зданияның төбесіне жалбырап тұрса, ол мемлекеттік мекеме. Түсінікті ма? Солардың барлығы өздеріне керек тауарды тек қана бір тендер арқылы сатып алады. Тендер деген не? Арнайы бір сайт бар, сол сайттың ішіне жариялайды. Маған телевизор керек дейді, сол телевизорды сіз мынанша теңгеден әкеп берем деп, сіз сияқты тағы басқа біреу айтады, тағы басқа біреу айтады. Сөйтіп, соның ішіне қайсының бағасы төмен, сонымен келісімшартқа отырады. Болды, міне осы тендер деген осы. Мысалы үшін, бір мектеп өзіне бір телевизор сатып алғысы келеді, соны goszakup.gov деген сайтқа жариялайды. Яғни, соны жариялайды, объявление тастайды да, маған мынандай телевизор керек, диагонал мынандай, ширинасы мынандай деген сияқты, Smart TV, Samsung, бір сондай Full HD деген сияқты характеристикасын полный жазып, сөйтіп шығарады. Бағасында береді. Мен мынанша теңгеге дейін сатып ала аламын дейді. Сол тендерге сіз де қатыса аласыз. Кез келген сол тендердің бағасын тексересіз бірінші. Заказчик 150 мың беріп тұрса, 150 мың теңгеден сондай телевизор бар ма, жоқ па вообще? Или ол 200 мың тұратын телевизор шығар. Егер ондай қымбат тұратын телевизорды заказчик 150 мыңға сұрап тұрса, онда ол керек емес ол. Пайда жоқ ода. Сол конкретно үстіне пайдасы барын бірінші тексеріп аласыз, одан кейін барып өзіңіздің заявкаңызды жібересіз. Мен саған бұл телевизорды 120 мың теңгеге әкеп бере аламын деп. Сізден басқа тағы да басқа ИП, ТО-сы барлар қатыса алады. Бұл тендерге Қазақстанда тұратын Қазақстан азаматы, 18-ге толған Қазақстан азаматының барлығы қатыса алады. Өздерінің аттарынан ИП немесе ТО ашып қатыса алады. Түсінікті ма? Сол үшін кез келген адам тендерге сразу регистрация жасап қатыса береді. Тендерге соның ішіне кім бағасы төмен, мысалы үшін бір ИП қатысты, бір ТО қатысты, тағы да бір ИП қатысты, үшін 4-5 адам қатысты, кімнің бағасы төмен, соны жеңімпаз дейді. Одан кейін заказчик сонымен прямой договор жасайды, келісімшарт жасайды. Сөйтіп келісімшарт жасағаннан кейін заказчик ол телевизорды тек қана сізден ғана сатып алады. Сізді күтеді ол. Пожалуйста, қашан әкеп бересің, пожалуйста, қашан әкеп бересің деп. Сіз болсаңыз, келісімшарт бар, келісімшартта 1 ай деп уақыт көрсетілген, немесе 20 күнде уақыт көрсетілген. Сол уақыттың ішінде сіз әкеп берсеңіз болды. Ол ертең әкеп бер, арғы күн әкеп бер демейді. Түсінікті ма? Қысқаша тендер деген осылай өтеді негізі процесі. Келісімшартта көрсетілген уақытта сіз тауарды жеткізіп бересіз. 20 күнісі 20 күннің ішінде жеткізіп бересіз. Кешіктіріп апаруға да болады, бірақ ол кешіккен күннен ертең пеня төлейтін боласыз. Тауарды жеткізгеннен кейін, акттерге қол қойғаннан кейін уже сізге ақшасын аударады. 30 күннің ішінде ақшаны аударады. Может, бір аптаның ішінде, может, 2 күннің ішінде, может, бір айдың ішінде аударады, может, 20 күннің ішінде аударады. Так, қатысу үшін не керек? Қатысу үшін goszakup.gov.kz сайтына тіркелу керек. Яғни регистрация жасау керек. Сосын тариф қосу керек. Тариф деген не? Тариф деген заказчиктер андай не қылды да, осы уақытқа дейін уже қарап отыр ғой, кімдер қатысады тендерге деп. Көп адамдарда проблема болады, бір тендерді ұтып алады, ақша таппай қалады. Соны орындауға ше. Сондай проблемалар болмау үшін әркімге, мысалы үшін сіздің жағдайыңыз 1 миллионға дейінгі тендерлерді жабуға жағдайыңыз жететін болса, онда сіз 1 миллионға дейінгі тарифті қосу аласыз. Оған мемлекетке 2778 теңге төлейсіз.
2778 теңге. 1 МРП. 1 МРП егер 2900 болса, онда 2900 теңге төлейсіз. Түсінікті ма? Ертең қымбаттайды жақындағы. Содан кейін барып, сізге уже 1 жылға дейін тендерге қатысуға, 1 миллионға дейінгі тендерге қатысуға рұқсат беріледі. Оны госпошлина, государствоға төлейсіз. Бұл 1 жыл бойы 1 рет төлеп қойса, 1 жыл бойы қатысып жүре бересіз. Одан кейін жоқ, мен 1 миллиондық майда шүйдеге қатыспаймын, мен 10 миллионға дейін қатысам дейтін болсаңыз, пожалуйста, онда 10 МРП төлейсіз. 10 МРП деген 27 мың теңге. Оны да 1 рет төлеп қоясыз, болды 1 жыл бойы 10 миллиондық тендердің 100-не қатыссаңыз да өзіңіз білесіз. Сосын 100 миллионға дейін, одан кейін 1 миллиардқа дейін, одан кейін без лимит деген тариф бар. Сол тарифтен бөлек шотыңызда ақша болу керек кішкене. Заказчик сіздің ақшасы бар поставщик екеніңізді көріп отыру керек. Кез келген тендерге қатысатын кезде сол тендердің суммасының 1% сіздің шотыңызда тұру керек. Ол шоттағы ақшаны сіз ИП-нің шотынан бұлай шығара аласыз, егер сол ақша сізге керек болып қалса, қайтып обратно алғыңыз келсе, қайтадан ала бересіз. Ол сіздің шотыңызда тұрады, электронный шотыңызда. Оны қайтадан қайтарып алуға болады. Так, 100 мың теңгемен де бастауға болады. Мен қазір айтып берем, қалай бастау керек. Мысал үшін, сіз бір айгүлсіз. Айгүл, кәдімгі қарапайым қазақтың қызысыз. Немесе сіз бір дәуренсіз. Қазақтың қарапайым, қап-қара бір домалақ бір баласыз. Не істерін білмей жүрген, күніге бірдеңке істеу керек деп жүрген. Сондай бір баласыз, тендерді білдіңіз, естіңіз, өзіңіз айналысқыңыз келеді. Болды, сіз бір ИП ашасыз, ИП ашып, регистрация жасап, тариф қосып, шотыңызға ақша салып қоюға где-то бір максимум 20 мың теңге кетеді. Максимум. Для началаға 20 мың теңге кетеді. Максимум. Түсінікті ма? Сол 20 мың теңгемен сіз уже порталдың ішіне регистрация жасап қойса, уже тендерлерге заявка жібере бересіз. Грубо говоря, 20 мың теңге. Негізі 15 мың теңгемен де бастай беруге, 10 мың теңгемен де бастай беруге болады. Ал одан кейін тендер ұтып алдыңыз. Енді сізде 80 мың теңге қалды ғой ар жақта. Дұрыс па? 20 мың теңге нар жаққа жұмсадыңыз. Енді 80 мың теңге қалды. 80 мың теңгемен не істеуге болады? Сіз 150 мыңдық, 200 мыңдық тендерлерді қарайсыз. Бар ондай тендерлер. 50 мың теңге, 20 мың теңге, 5 мың теңге, 200 теңгелік тендерлер бар. Вот сондай 150-200 мың теңгелік тендерлерді қарайсыз. Мысал үшін 150 мың теңгелік тендерді сіз 110 мың теңгеге ұтып алдыңыз. Сіз ол товарды 80 мыңға сатып аласыз. 80 мыңға сатып аласыз. Қалтаңызда 80 мың қалды ғой. 80 мыңға сатып аласыз, заказчикке апарып бересіз, ол сізге 130 мың аударады. Түсіндіңіз ба? Уже сіздің қолыңызда 130 мың бар. Енді сіз 200 немесе 250 мың теңгелік тендерлерді іздейсіз. Немесе 500 мыңға дейінгі тендерлерді іздейсіз. Түсінікті ба? 130 мың теңге товар сатып аласыз, сіз оны 200 мың теңгеге ұтып аласыз, примерно. Сөйтіп сізге заказчик 200 мың теңге аударады. Міне, ақша көбейеді осылай. Мен дәл осылай жасағам. Одан ешқандай зиян көрген жоқпын. Бір айда бізде бір балдар бар. Бір айда 15-20 тендер ұтып алады сондай. 200 мыңдық, 300 мыңдық, 400 мыңдық, 500 мыңдық, 70 мыңдық, 80 мыңдық, бір 20 тендер ұтып алады. Әр қайсынан сіз ойлаңыз, 20 тендер, әр қайсынан бір средний 30-40 мың теңге қалады. Әр қайсынан средний 30-40 мың теңге. 30 мың теңге қалсын, 10 тендерден 300 мың теңге, ал 20 тендерден 600 мың теңге қалады. Әшейін бір студент ол. Қазір айтам кімдер екен. Инстаграмға кірсеңіз де, ютубқа кірсеңіз де менің видеоларым бар олар туралы. Қазір барлығы электронный. Компьютердің алдына бітіп отырып істей бересіз, анау бір компьютердің алдына отырып бітеп, кофе ішіп отырып жұмыс істейтіндер. Вот солардың жұмысы осы жұмыс олардікі. Рахат ана жерде кірпіш тасып, қаппен бірдеңке тасып жүрмейсің, белің ауыр. Міне, пожалуйста, отыр. Кофеңді ішіп отырып, барлығы электрон. Өйткені цифрлық заман өзгеріп бар жатыр қазір. Бұрын осы тендерлерге заявка жіберіп жүрген. Тендер вообще бар ма жоқ па? Көру үшін газет алатын болған адамдар. Заявка жіберу үшін ЦОНға барады, әкімшілікке барады, налоговыға барады, документ жинайды, қағаз жинайды. Цифрлық жоқ еді ғой. Қазір барлығы цифр.
Даже қазір налоговыйға бармай-ақ ип ашасыз, ТО ашасыз, и банкке бармай-ақ счет аша бересіз қазір. Түсінді ма? Банкке бармай-ақ. Заказчикке товарды өзіңіз апарып бермей-ақ, мына жерде отырып жауап бересіз қазір тендерді. Оның бәрі қалай болатынын кейінірек айтып беремін. Тендерді іздеу, заявка жіберу, тендерді жабу, акт прием, накладной счет фактура барлығы электронны. Товармен бірге бірақ документ алып барасыз. Ол накладной, транспортный накладной, бірақ қағаз. Так, мемлекеттің сатып алатын барлық нәрсесі тендер арқылы өтеді. Қалтасына ақшаны салып алып, мынаған А4 бумага әкеңдерші, мынаған бірдеңке әкеңдерші деген, ондай нәрсе жоқ, счетта тұрады ақша. Соны біреуге аударады, бір ИП-ға немесе ТО-ға аударады, сол товарды әкеп береді оған. Мінекей осылай болады. Барлығы электронды, барлығы через тендер өтеді. Через тендер. Госзакуп порталында жылына 2 миллионға жуық тендер шығады. Объявлениеге 2 миллионға жуық тендер шығады. Соның барлығы хотя бы бір 20-сын ұтып алыңызшы, 20-сын. 0,001%-ін ұтып алыңызшы. Или 1%-ін ұтып алыңызшы. Нормально болады. 2 миллионның 1% деген сөз қанша болады сонда? 2000 ба? 2000 тендер ұтып аласыз. Болады ұтып алуға. 0,01% болса 200 тендер. 200 тендердің өзі бұлай жетеді сізге бір жылға. Так, 25 мыңнан астам заказчик бар ол жерде. Үлкен портал ғой ол жерде. Бүкіл Қазақстан бойынша сіз ойлаңыз, мектептер, университеттер, ауруханалар, әкімшіліктер, сондар, барлығы. Бір жылға бөлінетін сомма 5 триллион 595 миллиард ақша. 5 триллион. Бұл примерно қандай екен айтайын ба? Бір 20 миллиондық квартирадан, 20 миллион тұратын квартирадан бір 300 мың квартира сатып аласыз да бұған ше. Примерно 300 мың. 300 мың квартира сатып алғанда ол 6 триллион болады. Енді примерно 300 емес, бір айтайық 280 мың квартира сатып алуға болады. Түсінікті ма? Тендерді сатып алудың түрлері бар. Мынандай запрос, ценовое предложение, ашық конкурс, аукцион деген. Бұл қалай процесі қалай болады? Не үшін бұлар әртүрлі? Ценовое предложение деген ол егер заказчикке бір мынандай мышка керек болса, ол проводной болса болды, істеп тұрса болды дейтін болса, онда ценовое предложениеге жібереді. Түсінді ма? А егер мышка керек, бірақ ол директорге болса ше, министрге болса ше, сол кезде бұның качественный мышка алғысы керек та. Сол кезде оны ашық конкурсқа жібереді. Түсінді ма? Аты айтып тұрғандай конкурс ол жерде. Ол жерде адамның ықпалы бар. Процесс ұзақ болады конкурста. Ал ценовой предложениеде 6 күн, 7 күн болады. Ешқандай да адамның ықпалы жоқ. Кез келген адам ешқандай таныстары болса да көмектесе алмайды олар ұтып алуына. Таныссыз тендерге қатысып ұтып ала береді. Ешқандай танымайтын адам. ИП бола ма, ТО бола ма, разница жоқ. Ценовой предложениеде сондай. Так, практика жүзінде қарап көрейік, жігіттер. Мынау Госзакуп порталының главный страницасы. Сіздерде порталға тіркелген кездерде, сіздерде де осындай страница ашық тұрады. Мына жерде рабочий кабинет, личные данные, профиль участника, внешний сервис, избранный дейді. Мысалы үшін, біз тендер іздейтін болсақ, рабочий кабинетке кіреміз да, поиск объявления деген басамыз. Так, поиск объявления. Мына жерде фильтр шығады. Осы фильтрда сіз өзіңізге керекті тендерді осы жерден іздейсіз. Мысалға, қараңыз, наименование деген жерге, мысалы үшін сіз не сатасыз? Автозапчасть сатасыз ба? Автозапчасть деп жазасыз. Поиск дейсіз, болды, найти дейсіз, болды, сонымен шығады. А егер бір определенный бір заказчиктің тендеріне қатысатын болсаңыз, соның бейінін немесе атын сол жерге жазасыз, сол кезде осы жерге шығады.
сол организацияның өзі шығады. Номер объявлениені білсең, соны жазасыз. Тек қана способ закупки арқылы іздеуге болады. Мысалы, мен ценовое предложение деймін. Статусына опубликован прием ценовых предложений деймін. Место поставки деген жерге, мысалы үшін, Түркістан облысы деймін, мысалы үшін. Тур деп жазған кезде шығады. Предмет закупки дегенге товар деп жазам. Сумма, егер сізде 1 миллионнан жоғарғы суммадағы тендерлер керек болса, сумма закупки С дегенге 1 миллион деп жазасыз. Сосын найти дейміз. Мен қазір, мінекей, кез келген ценовой предложениені қарап жатырмын. Қазақстан бойынша емес, тек қана Түркістан облысы бойынша. Чимкентте кірмейді бұған. Оборудование техника в рамках проекта жас маман 7 миллион 711 мың теңге. Мынау маған ұнайды, соны басып қоям. Мынаны избранныйға сақтап қойдым қазір. Конверт опять дейді, мысалы үшін 587 мың, 1 миллион, 2 миллион, 4 миллион дейді, мысалы оборудование необходимое дейді, автомобильные запасные части газға дейді, газ, товар для организации дейді, жастәуір, ясли саттәуір дейді, строительные материалы дейді, 700 мың теңге сарағаш, приобретение товаров дейді, мысалы антисептик термометр дейді, мысалы. Міне, достар, осылай іздейміз тендерді. Енді антисептик деген көрейік. Антисептик. Қандай антисептик екен? Бұған қатысамайды екенбіз. Бұл спецпорядокпен сатып алып жатыр. Приобретение товары. 700 мың теңгеге товар сатып алам дейді. Количество поданных заявок 1 дейді. Бір адам заявка жіберген. Оставшееся время 0 дней 15 сағат дейді. 15 сағаттан кейін бітеді. Подстанция трансформаторная, комплектная. Установка должен быть сертификат дейді. Документацияға кіреміз. Мына жерде техникалық сипаттамасы бар мына. Документті скачать етіп аламыз. Документ скачать етіп алдық. Мощность 2500 ква с масляным трансформатором дейді. Бұл басқа ешнәрсе жазбаған. Масляный трансформатор 2500 ква болу керек. Болды, все. Мощность. Дәл осылай, соны осы трансформаторды іздеп көреміз. Қанша тұрады екен масляный трансформатор? Вот осыны іздеп көреміз. Егер осы бағасы нормальный болса, доступное действие создать заявку дейміз. Создание заявку деп шыққан кезде юридический адрес дейді, мына жерде басқан кезде өзі шығады. ИК дейді, банктың счеты басқан кезде өзі шығады. Сосын астына түсеміз дағаны далее дейміз. Так, галочка қойып, добавить выбранных дейміз. Далее. Так, описание заявки. Добавить. Мына жерге 1% саламыз. Сохранить. Назад дейміз. Вернуться заявку. Описание товар. Описание товара добавить. Мына жерге атын жазсақ болады, жазбасақ та болады. Сохранить дейміз. И вернуться заявку. Екеуі обязательно деген екеуі толды енді. Енді ол екеуі толса, астына алар не обязательно, оны толтыруының қажеті жоқ. Енді далее дейміз ары қарай. Енді біз өзіміздің бағамыз жазамыз. Заказчик мына жерде бір штугына 700 мың теңге беріп қойыпты. Бір штугына. Біз мысалы үшін 650 мың теңге береміз. Мысалы. Подписать. Подписать етеміз. Подписать етті. Қазір далее дейміз. Енді астына галочка қоямыз. Сосын подать заявку дегенді басамыз. Вы действительно хотите указать указанные суммы ценовой предложения на лот. Вы согласны? Да, согласны. И
болды, қазір ғана заявкамыз кетті. Бізге сообщение келеді. Ашып көреміз сообщениені. Подача заявки дейді. Мінекей подача заявкаңыз кетті деп тұр бізге. Мінекей достар, дәл осылай заявка жібереміз. Ал егер заявкамызды жаңағыдай отмена қылатын болсақшы, онда рабочий кабинет, поиск объявлений, мои заявкиге кіреміз. Мои заявкиде работа отозвана дейді. Так, одан кейін мына жерде приобретение товар. Осын басамыз да отозвать дейміз. Отозвать и удалить дейміз. Удалить дедік. Мінекей болды, достар. Дәл осылай біз қазір бір тендерге заявка жіберіп, соны удалить етіп тастадық қазір. Енді ал жарайды, ал тағы да көрейік, не тендерлер бар екен. Сіздер де жазыңыздаршы, қазір мен мына жерде көрейінші, немен айналысады екенсіздер. Так. Так. Так, сіздер қазір мына жерге жазыңыздаршы, мен қандай тендерге қатысайын, қандай тендерлерді іздеп көрейін. Так, сантехникаға қатысам дейді. Хорошо, қазір көреміз сантехниканы. Тағы не бар екен? Нан бар ма дейді. Нанның тендері. Я бар, нан, продукты питания, нан барлығы бар. Қараңыздаршы, жан-жағыңызға қарап көріңіз дәл қазір. Нені көріп тұрсыз, соның барлығы тендерде бар. Даже мынау электричествоның розетка, свет, лампочка, кондиционер, мебель, компьютер, в общем, барлығы. Барлық нәрсе бар. Көрейік қазір, жаңағы не деді? Сантехника деді ма? Сантехника Түркістан облысы бойынша жоқ екен. Так, мінекей сантехника дейді. Сантехния дейді. Приобретение сантехника товар дейді. 18 мың теңге міне. 37 мың, 41 мың, әртүрлі майда үлкен барлығы бар екен. Так. Мінекей достар, дәл қазір мен сіздерге көрсеттім порталы арқылы қалай заявка жіберу керек екенін. Барлығы электронный болады. Мысалға мына жерде договорды, мои договора деген кіреміз. Мына жерде договорда электронный келеді. Мысалы үшін 15 миллиондық тендер болса, осының договоры мысалға мынау болады. Мына жағында қазақша жазылған, яғында орысша жазылған. Договор государственных закупок работ не связан со строительством дейді. Мінекей осы тендер мына. Так, ары қарай жалғастырайық сабағымызда. Ары қарай жалғастырайық. Тендер бұл мемлекетпен жасалатын бизнес негізі. Мысалы үшін сізде бір базарда жасаватқан адамда бір бизнес қой бізге дейді ғой, дұрыс па? Бұл да бизнес кәдімгі. Базарда сіз бір тауарды әкеліп, соны клиент іздеп, соны сату үшін клиент тауып, далада отырасыз, соны сатып отырып, дұрыс па? Базарда болсын, магазинде болсын, бутикте болсын. Ал бұл жерде сіз заказчиктер сізден бар. Сізде заказчик бар, сатып алатын адам бар сізде. Ақшасы бар, который қалтасында. Ал сіз енді соған өткізетін товарды табуыңыз керек. Егер өзіңіз продукт питания сататын болсаңыз, онда продукт питанияның тендеріне қатысыңыз, потому что сізде дайын olur. Дайын клиент мұны заказчиктер. А егер ондай нәрсе сатпайтын болсаңыз, сіз жай ғана студент болсаңыз, онда кез келген тендерге қатыса беріңіз, үстіне пайдасын есептеңіз жақсылап. Содан кейін барып, сіз заказчикпен договорға отырған кейін ананы тауып апарып бересіз. Бұл осындай бизнес. Қалай ақша табуға болады? Егер кәсіпкер болсаңыз, өте жақсы ақша табасыз. Мысалы үшін, пластиковый есік терезе жасайсыз. Кәсіп па? Я кәсіп. Немесе мебель жасайсыз. Барлық мектепте, барлық ауруханада пластиковый есік терезе тұр. Олардығы бұзылмай ма, олар ремонт жасатпай ма, немесе ауыстыртпай ма оны. Ауыстыртады ғой, дұрыс па? Ремонт жасатады.
Немесе кейбір университеттерде витраж жасау керек дейді, пластиковый есік терезе жасау керек дейді, алюминиевый есік терезе дейді мысалға. Вот сол кезде сізге өте жақсы пайда болады. Өйткені сіз өзіңіз ол заттарды өзіңіз істеушісіз. Сол пластиковый есік терезені өзіңіз жасайсыз, сізге өте жақсы пайда болады. Бізде көп сол пластиковый есік терезе, мебель жасайтын адамдар көбінесе менен дейді адамдар келеді да бір тендер ұтып алады олар, сөйтеді соны әкеліп маған жасатады дейді. Сөйтіп мен оларға істеп беремін, получается өзі пайда тауып жатыр дейді. Мен де дейді, зачем одан да мен өзім қатысам, көбірек пайда табамын ғой. Негізі көбірек пайда табасыз, өзіңіз қатысаңыз. Так, одан кейін саудагер болсаңыз да, кәсіпқой ол да, саудагер болсаңыз өте жақсы пайда табасыз. Біздің нелерде осы обучениенің ішінде ең көп пайда тауып жүрген осы саудагерлер. Так, Қытаймен сауданы білсеңіз, мысалы біреулер көбінесе осы Қытайдың бизнестерінің курстарын оқып алған, ананы оқып алған, өздерінше әкеліп бірдеңкені әкеліп сатады осы жерге, интернет, инстаграм арқылы. Пожалуйста, Қытайдан товар әкелуді білесіз ба? Кез келген товарлар мынаның барлығы Қытайдан келеді. Вот соны әкелуді білсеңіз болды самое главное. Сізді ол жақта өте арзан бағадан ұтып аласыз. Мына жақтан да арзан бағадан ұтып аласыз. Зато бұл жақта жақсы пайда алады сізді. Одан кейін барып, тендерден қалай көп ақша табуға болады, егер студент болсаңыз. Студенттерді қазір бүйтіп қарайсында қанша ақша саған жетеді десең, оларға негізі жұмыс істеп жатқан жоқ қой. Енді біреулер істеп жатқан шығар, жаңағы қосымша жұмыс, қазір карантин болғаннан кейін айтады бір 100 мың, 200 мың теңге жетеді дейді. 200 мың теңгені сіз мына жерде ойнап жүріп табасыз. Ойнап жүріп. Түсіндіңіз ба? Мысалы үшін 200 мың теңге, 150 мың теңгелік тендердің 10-ын ұтып алсаңыз, 150 мыңдық тендердің 10-ын, 10-ның өзі 150 мың теңге болады. Ал егер 200 мыңдық тендердің 20-сын ұтып алсаңыз, 4 миллион теңге болады. Ал егер 200 мыңдық тендердің 20-сын ұтып алсаңыз, бір айда 200 мыңдық тендердің өте керемет. Одан да әрқайсынан бір 20 мың теңге, 30 мың теңгеден пайда қалғанның өзінде бір 600-700 мың теңге пайда болды. Ол студенттерге өте керемет ақша ол. Сондай адамдар тауып жатыр қазір. Рисктер бар, тауардың бағасын, тиімділігін тексермей, мысалға біреу айтады, мына мышканы былтыр мен 500 теңгеден алғам дейді. Былтыр қазір баға өзгеріп кетті ғой. Бұл былтыр, қазір басқа бұның бағасы қымбат. 500 теңгеден алғам мен мұнан дейді, сөйтеді бір 800 теңге деп береді тендерге қатысып. Сөйтіп отып алған екен, осын таппай жүреді. Сіз мұнаны конкретно көріңіз, интернеттен іздеңіз, бағасы қанша екенін тексеріңіз, характеристикасын тексеріңіз. Пайда бар ма жоқ па, содан кейін барып бағасын жіберетін боласыз. Кейбір адамдар соны есептемей көзін жұмып тұрып жібере салады да. 2-3 поставщик болу керек одан кейін. Постоянно соны енді ертең анан ұтып алған кезде сіз ана адамдан таппай қалсаңыз, ода таусылып қалған болса, онда сізде тағы 2-3 поставщик болып тұрады да. Жеткізетін орынды уақытты белгілеп алу керек, жақсылап есептеу керек онда. Оны қалай есептейсіз? Оны кәдімгі жеткізетін уақыт қанша? 15 күн ба, 15 күнде товарыңыз заказчикке бара ма, бармай ма, соны есептейсіз. Қай жерге апару керек? Жолын есептейсіз, мінекей, бәрін есептеу керек. Есептемей просто так бит бере салсаңыз, онда косякқа кіргеніңіз сол жер болады. Тендер ешқашан тоқтамайды. Өйткені карантин болып, бүкіл Қазақстан бойынша кәсіптің бәрі тоқтап жатқан кезде, мынандай кәсіптер тоқтап жатқан кезде тендер жұмыс істейді. Мемлекет бар ма? Тендер бар. Ол тоқтамайды ешқашан. Так, сұрақ-жауап, мына жерде сұрақтарға келдік енді. Жаңа сұрақ жазып жатқан кісілер. Так. Мына жерде не дейді? Самұрық-қазына, новичок болсам да не дейді? Новичок болсам да самұрық-қазына істеуге бола ма? Иә, болады. Новичок болсаңыз да самұрық-қазына істеуге болады, бірақ қиындау болады сәл. Лучше болады госзакуптен бастап, одан кейін бар самұрық-қазына істеуге болады. Айтпақшы, бүгін мен соған өте жақсы сіздерге бір тосын сый дайындап қойдым. Так, мына жерде не дейді тағы да? Инвестиция бересіздер ме? Инвестиция береміз.
алғашқыда, бірақ сіз инвестицияға дейін өзіңіз бір практика жасауыңыз керек. Тендердің біраз несін біліп алуыңыз керек қой, қалай ақша табуға болады деп практика жасап алуыңыз керек та. Одан кейін барып сізге мынандай ақша береміз, мына жерге әкеліп қойдық мұны. Осындай ақша береміз барлықтарыңызға. Біздің курсант болсаңыздар болды. Самый главный. Өйткені бізге ақша береді да, соны айналдырамай өліп отырмыз. Пожалуйста, бір нормальный бір тендер ұтып алшы. Жігіттер мынандай да, адамдар еріншек қой негізі. Еріншек компьютердің алдында отырып, бір тендерді ақтарып, бағасы қанша тұрады, ол қалай пайдасы бар ма, жоқ па, есептегісі келмейді, ерінеді. Просто так ұтып алу, тендерді ұтып алу, ол 6 секундтық жұмыс ол. Ол проблема емес, бірақ пайдамен ұтып алу өте қиын. Пайдамен ұтып алу үшін сіз конкуренттерге кіресіз ана жерде. Жұмыс істейтін адам керек қазір. Конкретно жұмыс істеп, конкретно товарды тауып, сөйлесіп қойып бәрімен, клиенттердің бәрімен, заказчикпен сөйлесіп, болды, мына товарды, мынандай мышканы әкел деп тұр, сізде ақша жоқ осыны алатын. От сол кезде маған келіңіз. Түсінікті ма? Так, көрейік тағы да бір сұрақтарды көрейік мына жерде. Так, не дейді, жаңа оны айтып қойдым. Так, келесі сұрақ офлайн оқуға. Болады офлайн, қазір айтамыз оны, қалай оқу керек. Так, инвестиция бересіздер ма? Береміз, инвестиция береміз. Так. 100 мың теңге. Так, 100 мың теңгемен қалай бастауға болады? 100 мың теңгемен кәдімгідей бастайсыз, қалтаңызда 100 мың теңге болса, сонымен кәдімгідей бастайсыз все. Так. Хостовардың тендерлері бар ма дейді. Хостовардың тендерлері бар. Хостовар, ең көп объявление болатын канцелярский товар, хостовар, строительный товар, продукты питания, автозапчасть, осынайлар. Өйткені барлық мемлекеттік мекеменің барлығында машина бар, олар бұзылады, оларға автозапчасть керек. Олардың барлығында компьютер, анау бар, документ жасайды, оған канцелярский товарлар керек, олар жазады ручкамен, оның да тендері бар. Хостовар керек оларға, мысалы үшін туалетный бумага, анау деген сияқты жаңағыдай сондай нәрселер керек оғанда. Продукты питания, мысалы үшін больницалардың барлығына продукты питания керек, мысалы үшін сондай өте көп. Так. Заказчик товарды қабылдамай қойса не істейміз? Заказчик товарды қабылдайды. Егер сіз товарды тура сол тендерде техникалық сипаттамада сәйкес қылып алып барсаңыз болды. Ол қабылдайды. Қабылдамаса, оның үстінен арыз жазып жіберуге болады. Түсінікті ма? Так. Одан кейін қай жерге келдім мен? Так. Жауап беріп қойдым. Онлайн үйренуге бола ма? Болады, онлайн үйренуге болады. Так. Самұрық-қазына. Так, самұрық-қазынаның тендерлеріне көрсетем қазір. Мына жерде самұрық-қазынаның тендерлері қандай деп жазып жүріпті. Самұрық-қазынаның тендерлерін қазір көрсетемін. Қазір дәл қазір көрсете салайыншы мына. Мен қазір порталға кірейін, мынау Самұрық-қазынаның порталы. Мына жерде қараңыз, аппарат моечный и пылесос дейді. Міне осындай сияқты тендерлер бар. Бір тендерді көрсен, өткенде жақында ғана мен оны исторически де салдым Инстаграмға. Бір заявка жібердік. Өзім анда-санда бүйтіп кіріп байқап, қарап қоямын, сол кезде нормальный бір тендерлер шықпады кейде ше. Инверторный сварочный аппарат дейді. Мінекей қараңыздар. Кіріп көреміз. 600 мың теңгеден 4 штук керек дейді. Общий 2 миллион 400 мың теңге. Ол қандай сварочный аппарат айтайын ба мен сіздерге? Қазір мынандай сварочный аппарат ол. Міне, мынандай сварочный аппарат. Ресанта Сай 250А деген. Қазір мен сіздерге дәлелдеп берем оны.
Қараңыз, мына жерде документті ашамын. Техникалық сипаттама ашып көреміз. Міне. Инверторный класс профессиональный, тип сварка дуговая дейді, напряженный. Мына жерде дәл қазір қарасаңыз, тура осы техникалық сипаттама мынаның ішінде. Жаңағы сварочный аппарат бар ғой, жаңағы Ресанта сай деген. Соның характеристикасы тура осыған сәйкес келеді. Түсінікті ме? Ол 70 мың теңге тұрады, заказчик 600 мың теңге берген. 600 мың теңге. Міне маржанысы өте жоғары тендер деген сол міне. Ресанта сварочный аппарат характеристикасына кіреміз. Характеристикасы. Мощность 7700 Вт, тип сварки дуговая, ММА, профессионал, да, поставляется коробка, да, сварочный ток 250 А, тип аппарата инверторный, минимальный диаметр 1, максимальный 6 мм, выходные напряжения 140 вольт, режим работы 70%, 35 А, 80 В дейді. Так, напряжение холостого тока 80, 70, 35 деген қайда? Міне 35. Максимальный потребляемый ток 35 А. Диапазон сварочного тока 250 А. Мына тура мына габаритін қараңызшы, 31, 33, 38. 31, 33, 38. Салмағы 5 килограммнан 8 килограммға дейін. 5 килограммнан 8 килограмм. Мына жерде габариті көрсетілмепті. Мына жақта көрсетілген шығар мүмкін. Бұл жерде де габариті көрсетілмепті. Міне мен дәл осы Ресантаны соларға предлагать еттім. Егер ұтып алсам, осыны 60 мың 70 мың теңге апарып берем даған, сосын барып ары қарай 600 мың теңгені қалтама салып аламын. Міне. Көрдіңіз ба? Все, болды. Сұрақтарыңызға жауап бердім. Енді қалған сұрақтарды Инстаграмға маған жекеге жазсаңыздар болады. Немесе мен бүгін Инстаграмға сұрақ жауап несін қоям, историске. Сол жерге жазыңыздар, мен бәріне жауап берем, мақұл. Бір жаңағындай бір өздеріңіздің бір жеке сұрақтарыңыз болса. Так, енді сіздерге ұсыныс, менде осы жаңа біраз сұрақтар осы курс жайлы. Курс бар ма, қаншаға үйретесіңдер, онлайн, офлайн курс бар ма? Иә, бар. Тендерден ақша табуды жаңағындай үйрететін бізде госзакуп макс деген 150%-ке госзакупты үйрететін госзакуп макс деген бізде не бар? Курс бар. Бұл онлайн және офлайн болады. 1 жылдық курс бұл, 1 жылдық. 1 жыл бойы біз сізбен жұмыс жасаймыз. 1 жыл бойы біз ертең 2 айдан кейін ана порталдың ішіне бір-екі нәрселер өзгеріп кетеді. Сол кезде міне мынаны былай жасайсың, мынаны былай жасайсың деп сізге айтып отырамыз. Онлайн, офлайн. Шымкентте тұрсаңыз, офиске келе беріңіз, пожалуйста, всегда есігі ашық. Келесі мынаны көрсетсеңіз, мынаны бүйтіп жүріңіз десеңіз, біз көрсетеміз, үйретеміз. Сол жерде. Бұл курстан сіз өз идеяңыздағы кәсіпті іске асыруды да үйренесіз. Ол қандай идея? Мысалы үшін біреулер фотостудия ашқысы келеді, видео студия ашқысы келеді. Біреулер болса лаваш центр ашқысы келеді, немесе бір фастфуд ашқысы келеді. Пожалуйста, соған қалай сол бизнесті қалай бастап, қалай соған инвестиция тартып, соны қалай істеу керек екенін, дамыту керек екенін де үйренесіз. Осы госзакуп макстан. Мына сабақтың программасы, скриншот жасап алыңыздар, скриншот ИПТО ашудан басып, общем, новичоктарға қандай білім керек, осы тендерден дәл қазірден басып, дым білмейтін адам, қараңыз, келді, дым білмейтін адам, ойбай, тендер деген не ол? Футбол ма, не ол? Сондай спортивный жұмыс ойын ба, не ол? Или кафе ма тендер деген? Сондай, датаво сондай білмейтін адам болса, осы курсты оқып ол, кәдімгі қолына, бір айдан кейін қолына ақшасын ұстап болады, пайдасын көреді уже. Уже бұл жерде барлық нәрсе қамтылғанда бұл сабақтың ішінде.
қазір көрсетемін сабақтар қандай болатын ше. 1 миллионға дейін инвестиция береміз мынандай. Қазір беріп жүрміз адамдарға ше. Адамдарға беріп жүрміз, өйткені маған бір-екі нормальный бір біздің курсанттар бар да. Қалғандарда нормальный, жақсы істеп жатыр, өздерінің ақшасы бар да, бірақ олардың кейбіреулерде ақшалары жоқ. Бірақ конкретно жұмыс жасайды да олар. Пайдасымен ана жерде жақсы тендерлерді ұтып алады. Сіз де солай ұтып алыңыз да келіңіз. Ақша не проблема? Жұмыс істеу керек. Просто нормальный тендерді іздеп табу керек и все. Ақша не проблема? Мен айтып жатырмын ғой сіздерге. Так, Миржан Шахапов деген жігіт бар, 17-16 жасар жігіт. Мына сообщениені маған жазған кезде 16 жаста болған ол ше. Ал қазір ол 17-ге толды, жақында сентябрьде толды. Соны айтады да бүйтеді да. Асеке дейді да. Туған күнім сентябрьдің бірдеңкесі деді әйтеуір. Сентябрьдің бірдеңкесі болды, сол сентябрьде мен 17-ге толғам, соны уақыт өтпей жатыр дейді. Түсінесіз бе? Уақыт өтпей жатыр. Бір ай қалды дейді да туған күніме. Бір ай қалды, сол бір ай уақыт өтпей кетті ғой дейді да. Не үшін айтайын ба? 17-ге толса өзінің атынан ИП ашып тендерге қатысқысы келеді. Қазір ол біреудің атынан уже пәленбай миллион тендер ұтып алған. Біреудің атынан ашылған ИП-мен пәленбай миллионға тендерлер ұтып алған. Енді өзімнің атынан ИП ашып алып, өзім жұмыс жасағым келеді, сол бір ай өтпей жатыр дейді да. Көрдіңіз ба? Жұрттар баяғыда, кейбір адамдар баяғыда толып қойған 17-ге ше, 18-ге толып қойған, әлі жүр ол ше, бірдеңке істеу керек еді деп, Counter Strike ойнап, болмаса Dota дей ма, не дейді, сондай ойнап, анау балдармен PlayStation-нен шықпайды, қыдырады күніге, мынау. Баяғыда толып қойған ол, біреулер, бишара біреулер әлі 17-ге толғысы келіп өліп жүр да олар ше, жұмыс істейін десе ше. Көрдіңіз ба? Жас кедергі болып тұрды, жас. Жұмыс істеуге энергия жетіп тұр, бірақ жасы кішкене не болып тұр. Біреулерді ол жас баяғыда толып қойған. Бірдеңке істеу керек деп жүр әлі сериал көріп. Кешірім сұраймын мен қатты айтқаным үшін. Мынау біздің ең бірінші 2018 жылы оқыған студенттер мынау. ТП поток 1 деген бар. ТП деген сөз ең бірінші біз тендер емес, тендер про деп ашылғанбыз. Сөйтсек ол тендер про деген бар екен уже. Сосын біз оны алып тастадық, тендер ер деп ребрендинг жасадық. Сол кезде осы бірінші потокта Әлия деген кісі оқыған, келіншек қой, 6 баласы бар. Сол келді де бүйтеді маған. Мен сіңілім тендерден күшті ақша тауып жүр, бірақ үйретші десем үйретпейді. Қой сен оны істей алмайсың деп үйретпейді дейді да. Соны сізді тауып алдым дейді интернеттен, соған келдім, маған үйретіңізші дейді. Ана машинеде күйеуім отыр далада, қасына шақалақ бар, біздің шақалағымыз әлі 40-нан шыққан жоқ дейді. Сіз кішкене өссін да, кішкене ауырып қалып бірдеңке жүрмей ма? Үйрене бересіз ғой кейін десем, жоқ, менде уақыт жоқ дейді. Менде уақыт жоқ, ана өсе береді ғой, бала ғой дейді. Жүгіріп барады да далаға барып, бөпесін еміз болады, қайтадан жүгіріп келеді да, менің алдыма келіп тендер үйрене отырады. Сол кісі қазір жаңағы ценовой предложениеден уже страшно ақша тауып жүр қазір ше. 2 миллион, 1 миллион, неше түрлі қазір бізге инвестиция салды ол. Бір-екі рет мен тендерлерін жауып берді ол, бір-екі договорларды жапты. Инвестор болып кеткен уже. Ал біреулер айтады, просто жаңағыдай ақша жоқ қой, бірдеңке қой, андай жоқ, ондай емес главный. Ақша жоқ деген сылтауды да алып тастадық қой, міне тұр ғой міне. Ал ақша жоқ деген әңгімені қойыңыздаршы, болды. Онлайн және офлайн сабақтар болады. Сабақтар, онлайн сабақтар, ол курсқа төлем жасайсыз, сразу сізге қосып береді болды. Оны сіз телефонмен көре бересіз, наушник тағып алып құлағыңызға, немесе компьютермен көре бересіз. Түсінікті ма? Әркімнің өзінің личный кабинеті болады, сол жерде сабақтар болады. Одан ол жерде ол сабақтарды көрген адамда сұрақ болмайды. Оған. Шала-пала көрсе былай жартысынан көріп, жартысынан тоқтатып қойып, сөйтіп көретін болса, ода сұрағы былай болады оның. Түсінікті ма? Конкретно көрген адамда сұрақ болмайды. Керек документтің бәрін образесын беріп қойғанбыз. Аласта істей бересіз, все, барлығы дайын. Аузыңызға бүйтіп шайнап бүйтіп қойып қойғанбыз сол жерге. Аластағаны жұтып жүре бересіз, болды, все.
ары қарай ақша тауып жүресіз. Біреулер үндемей жұмыс жасайды ше. Қанша тапсың? Мен танымаймын оны. Обычно танитын курсанттарында анау чатта көп сұрақ қоя берсе танып қаласың ғой уже. Ал кейбіреулер танымаймын да, сөйтсем ол үндемей барлығын какши жасап жүр екен да ол ше. Ол сұрақ қоймайды да ол вообще. Одан кейін бұл сабақтар 1 жылға болады. 1 жыл бойы үйренесіз сабақты. Аптасына 1 рет прямой эфирге мен шығып отырам сіздерге. Тікелей эфирге. Одан кейін офлайн курс бар бізде. Офлайн курсын осы бізде Шымкентте болады, офисте. Құдай қаласа Орал қаласынан офлайн курс ашайын деп жатырмыз. Алматы қаласынан 1-2 кандидаттар шығып жатыр. Сіздердің франшизаларыңызды алып менде істейінші, мен тендермен айналсам деген адамдар, бірақ біз оны кейбіреулері келісім бермей жатырмыз. Өйткені біздің серіктес жақсы адам болу керек. 11 қаңтарда басталады, сосын 18 қаңтарда басталады. Бұл жерде офлайн курста осы жерге келесіз, сізге барлық нәрсені жасап береді. Қыздар техникалық поддержканы бәрін біз өзіміз жасап береміз. ИП-то жоқ болса оны ашып береміз, шотын ашып береміз, сосын жаңағы регистрация жасап, тарифтерін қосып, ол үшін бәрін істеп береміз. Одан кейін заявка жіберу деген нәрсені мен сізбен бірге өзім көрсетемін сізге. Бүйтіп сіздің мышканы бүйтіп ұстап отсаңыз, соның үстіне бүйтіп мен өзім қолымды қоямын да, мынаны былай жылжытасың, мынаны былай істейсің деген сияқты. Ана киноларда болады ғой, бүйтіп мына былай деген сияқты, мына бүйтіп деген сияқты. Солай үйретіледі барлығы. Саусағыңызды алып келемін де, бүйтіп мынаны басасыз деп. Обычно негізі көбінесе офлайн курс оқитын кісілер осындай болып келеді негізі. Андай онша компьютерді онша біле бермейтін адамдар болады да. Соларға солай үйретеміз. Қолдардың бәрі қатып қалған ғой. Қатып қалғанда анау жұмсарту керек те кішкене соны ше. Бүйтіп жұмсарту керек. Сол кезде ол жақсы үйренеді ол. 1-2 рет көрсетеміз, болды, ары қарай өзі жасап кетеді. Ол 1 апта болады сабақ, 3-4 сағаттан болады күніге. Одан кейін барып 1 жыл бойы кәдімгідей сабақ болады онлайн былай. Егер бірдеңені түсінбей жатса, келіп офиске келіп тағы да сабақтарға қатысуына болады. Так, курстың нәтижесіне 100% кепілдік. Егер біздің айтқан нәрселер бүйтіп істеп жүрсе, тендерде мынан нәрсені істесеңіз, сізде мынандай ақша табасыз. Мынандай тендер ұтып аласыз. Мынандай тендер, егер көбірек суммасы керек болса, онда мына тендерлерге қатысыңыз. Сіздің нишаңыз мынандай болса, онда сіз мынандай тендерлерге қатысыңыз. Дейміз, болды, соның бәрін істесе 100% ода нәтиже болады сабақта. Біреулер болады, бүйтіп келеді да, істегісі келмейді, ерінеді, отырып қайтады, сосын болмады дейді. Не болды десе, болмады, мен істейтін нәрсе емес екен дейді. Ондайлар да бар. Так, бағасы қанша? Бағасы бұл ең төмен. Мына суммаға біреулер қымбат қой, ойбай. Мен сізге бір психология немесе бір не дейді жаңағыдай бір сөйлеу мәнерін, бірдеңкені үйретіп жатқан жоқ. Мен сізге ақша табуды үйретіп жатырмын. Ақша. Мына ақшаны қалай мынандай қыламын деген. Сондай нәрсені үйретіп жатырмыз бұл жерде. Ол үшін мынандай баға ол өте төмен. Потому что құндылығы өте жоғары да. Сол үшін мына сумманы сіздер, бір 2 тендер жапсаңыз шығарып аласыз ана сумманы. 2 тендер жабыңыз, болды, шығарып аласыз. Гарантия ол. И то бүгін жаңа жылдың құрметіне сіздерге супер скидка, супер. Осы вебинарға қатысып, жаңа бір вебинарға кіріп шығып кеткендер бар, шыдай алмай ше. Олар емес, аяғына дейін отырғандарға супер скидка. 2 курсы, жаңа Самұрық-Қазына мен Госзакоптың курстарын екеуін бір бағада береміз. Бұл тек қана осы 2021-дің құрметіне ғана. Одан кейін бізде премиум деген курс бар. Премиум деген ол менімен жеке жұмыс жасайды. Менімен прямой сөйлеседі өзі. Түсінікті ма? Мен айтамын оны, мынаны былай істесейші, мынаны былай істе. Өзінің определенный қалтасына ақшасы болу керек, кем дегенде 500 мың, 1 миллионнан жоғары ақша болу керек қалтасына. Түсінікті ма?
курстың ақшасынан бөлек 1 миллион немесе бір 500 мың теңге ақшасы болу керек қалтасында. Сол ақшаны мен 3 айдың ішінде орнына қойып беремін оған. Одан да жоғары 2 есе қойып беремін да үстінен ше. Түсіндіңіз ба? Ол мынандай да мақсатқа жеткізу деген курс ол. Мақсатқа жеткізу. Бұның әңгіме керек емес оған ше. Бұл курстың пайдасы мынандай емес. Бұл мақсатқа жеткізу и все. Түсіндіңіз ба? Барлық курстар кіреді оған, онлайн бола ма, офлайн бола ма, самұрық бола ма, бәрі Китай, Митай үшін бәрі кіреді. 2 ай бойы менімен бірге жұмыс жасайды. Егер Шымкентте тұратын болса, осы жерге келіп, офисте отырамыз екеуміз бүйтіп, иықпен иық тіресіп, міне былай істейміз деген сияқты. Бағасы өте төмен, өйткені құндылығы жоғары. Құндылығы өте жоғары. Так, тек қана бүгін жазылсаңыз, осы сіздерге, осы аудиторияның ішіне, вебинарға қатысқандарға, тек қана бүгін 85 мың теңге болады курстың бағасы. Госзакуп Макс пен Самұрық Қазына 2 курс, обычно 210 мың теңге тұратын курс 85 мың теңге, тек қана бүгін. Скидканы сақтау үшін дәл қазір бір 10 мың теңгеме сап қойыңыз. Болды, сол 20% скидканы алып қаласыз. Қалған курс басталған кезде саласыз. Түсінді ма? Өйткені сізге ананы ұстап қалу керек, самый главный. Сіздер Инстаграмнан көріп жүрген шығарсыз, мен тек қана 2 курсы 105 мың теңге деп сатып айтып жүрміз ғой біз. Ал негізінде ол вебинарға қатысқандарға ол 20% скидка. Подарок та 20%. Премиумға жеңілдік жоқ, өйткені менің көп энергиям кетеді ол жерде, менің гарантиям бар ол жерде, мақсатқа жеткізу деген өте үлкен жауапкершілік бар, сол үшін ол жерде скидка жоқ. Мынандай нәрсе болады ғой. Адам өзі бірдеңкеге уверен болып тұрған кезде скидка жасағысы келмейді да. Не үшін біз анарған скидка жасап жатырық? Өйткені ол жерде мен ол жерде мақсатқа жеткізу емес ол жерде сіздердің пысықтықтарыңызға байланысты. Мен мұны былай істесін, болды, все, ақша табасын деймін, болды. Пысықтар, сондай ма дейді, все, давай дейді, істеп кетеді. Ал бұл жерде мен, мұнаны бас, қайтпайсын болмаса, қасыма бір қамшы әкеп қоямын былай ше. Сіздің ақша бергеніңіз міндет емес, мен сіздің ақшаңызды көбейтуім керек. Сол үшін қамшы әкеп қоямын. Айтқан істемесе салып жерім сол жерде. Мен өтірік айтамын, салып жүрмеймін, бірақ нәтиже шығару үшін жұмыс істеймін да мен сол жерде. Түсіндіңіз ба? Жеке өзім жауапкершілік болады ол жерде. Сол үшін бұның құндылығы өте жоғары. Барлық курстарға жазылуға бізде Альфа-банктен пайызсыз бөліп төлеу қарастырылған. Егер қаласаңыздар, осы Альфа-банк арқылы жасасаңыздар болады. Оны қалай жасау керек, қалай төлеу керек, оны біздің қыздарға жазыңыз. Мынау видеоның астында курсқа жазыламын, чекті жіберем деген кнопка бар, соны бассаңыз, қыздардың WhatsApp-ына шығасыз, сол WhatsApp-қа жазсаңыз, осы Альфа-банк арқылы десеңіз, ол сізге жаңағыдай не алады, айтады қалай болатынын. Так, мінекей мынау Каспий номер, дәл осыған бүгіннен бастап, бүгін түнгі сағат 12-ден 5 мың 10 мың теңге салып жеңілдікті ұстап қаласыз, забронировать етіп қаласыз, болды, все. Қалған курс басталған кезде бүйтіп қалған алып келсеңіз болады. Түсінікті ма? Бұл өте жоғары, өте бір құндылығы өте жоғары сабақтар. Біліміңізді ашыңыз. Барлық адам осындай мастер-класс вебинардан бастаған. Бүйтіп отыра беруге болмайды. Телевизорға қарап, Инстаграмға қарап, әрден бір әңгіме айтып, өсек айтып, анау мынандай деп. Болмайды ол. Кішкене уақытыңызды, экономдаңызды білімге жұмсаңыз. Хотя бы аптасына 1 күн, 2 күн. Сол кезде бәрі нормально болады. Все, достар, күтем барлықтарыңызды. Сіздер дайын болсаңыздар, мен де дайынмын, міне. Каспий Голдта біраз 40-50 миллион жатыр әлі. Оның бәрін шешуге комиссия ұстап қалады, білесіздер ғой. Сол үшін азғантай шештік та. Все, күтем сіздерді. Comendo.com
Jamendo.com. 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 Jamendo.com.